Бүгінде әлем картасында екі Корея бар, солтүстік және оңтүстік. Біреуі жабық, қаптаған әскерилер, ал екіншісі мүлдем басқа әлем. Бірақ олар бір кездері тұтас халық және ортақ тарихы болған. Кәрістер жүздеген жылдар бұрын қалай өмір сүрді және бір ұлт тікенді сыммен неге бөлінді? Бірнеше ғасыр артқа Чосон дәуіріне оралайық. Чосон мемлекеті 1392 жылы пайда болды. Елді патша басқарды, бірақ ғалымдар мен янбан шенеуніктері үлкен рөл атқарған. Олар ұзын киімдер киіп алып, күрделі мемлекет тағдырын шешетін шаруалармен айналысты. Бірақ Корея сыртқы әлемнен аулақ болуға тырысты. Чосон бейбіт мемлекет болғанымен олар жиі соғысуға мәжбүр болды. Армияның негізін жаяу әскерлер мен садақшылар құрады. Кәріс садақшылары Шығыс Азиядағы мықтылардың бірі саналған. Олардың композиттік садақтары алысырақ және дәлірек тиген, және оларда элиталық жауынгерлері де болды, хварандар. Ал теңіз соғыстары кезінде Корея әлемдегі алғашқы броньдалған әскери кемелер, тасбақа кемелерінің арқасында танымал болды. Олар кәріс тапқырлығының символына айналды. Чосон екі мықты көрші Қытай мен Жапонияның арасында болды. 16 ғасырда Жапония Кореяға басып кірді. Ел қирады, қалалар өртенді, мыңдаған адамдар қайтыс болды. Кейінірек Қытайдың, содан кейін Жапонияның ықпалы 19-20 ғасырларда күшейе түсті. 1910 жылы Жапония Кореяны қосып алды. Корея халқының тарихындағы ең қараңғы кезеңдердің бірі басталды. 35 жыл бойы Корея жапондықтардың бақылауында болды. Корей тілінде сөйлеуге тыйым салынды. Есімдер жапон тіліне өзгертілді. Жалпы айтқанда олардың мәдениетін жоқ қылуға тырысты. Көптеген корейлер зауыттар мен шахталарда жұмыс істеуге мәжбүр болған. Бірақ қарсылық тоқтаған жоқ. Корейлер жасырын түрде тіл үйретті, көтерілістер жасап бостандықты армандады. 1945 жылы Жапония екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп қалды. Корея босатылды, бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. ақш пен КСРО Кореяны 38-ші параллель бойынша уақытша бөлуге шешім қабылдады. Солтүстік Кеңес одағының ықпалында, ал оңтүстік ақштың қол астына өтті. Бұл уақытша жоспарланған болатын, бірақ қырғи-қабақ соғыс бәрін өзгертті. 1950 жылы Корея соғысы басталды. Солтүстік пен оңтүстік бір-біріне қарсы шайқасты. Соғыс қатал болды. Миллиондаған адамдар қайтыс болды. 1953 жылы бітімге қол қойылды. Бірақ бейбітшілік келісіміне қол қойылған жоқ. Осылайша екі ел пайда болды: Солтүстік Корея және Оңтүстік Корея. Бүгінде бұл екі түрлі әлем, бірақ олардың тарихы мен тілі бір халық. Кореяның бөлінуі бұрынғы араздық емес, ол алып державалардың шешімдерінің нәтижесі. Мүмкін бір күні оқиға жаңа бұрылыс жасай ма, кім біледі. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.